Бәріңе сәлем достар, сіздермен әдеттегідей мен Дэнни. Бүгін біз өзіміздің керемет Hypixel серверында Skywars деген керемет мини ойынды өтіп боламыз. Және де достар, осы серияда біз жай ғана Skywars емес, Team Skywars ойнаймыз. И осы Team Skywars'та достар айта кететін бір жаңалық. Team Skywars'та мен бір раунд түсірдім, бірақ ол бір раундтың өзі өте қызықты, 10 килл болды. Бірақ соған қарамастан достар, бір кішкене ақау бар. Ол қандай десеңіздер, мен басында түсірген кезде бір басынан ортасына дейін кішкене былай қатты. Енді былай қатты қатқан жоқ, былай көруге болады. Сосын ортасынан аяғына дейін уже кәдімгі өзінің қалпына келді. Енді достар, енді сол қатқанына қарамастан сіздер осы видеоны көріп жақсы бағалайды деген ойдамын. Енді оны түсіруге және де сіздерге көрсетуге мәжбүр болдым. Енді өте жақсы Skywars болған соң қатқанына қарамастан. Енді қатты дегенде қатты қатқан жоқ. Енді достар, біз тезірек көп сөзбай видеоға кеттік. Біздің ойынымызда қазір басталады достар, 5 секундтан соң. И тим ойнайын деп шештім, бағана қайтып кеткендей, кішкене қатып жатыр. Так, енді қазір біз мына тиммейтқа бермей 2 сундукты залатат етеміз деген ойдам. Енді сола ойнап кішкене тим ойнайын деген ойын болған ғой негізінде ше. Так, бізде өкінішке орай нагрудник жоқ. Жарайды, ештеңе етпейді. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене қатып жатыр, бірақ енді ортасына таман барлығы түзеледі. Просто бір ақаулар болып қалды да. Так, осы мына жерде нагрудникті біреу бар екен, өлтірем деген ойдам бұны. Я достар, оңай өлтірдім. И өзіме нагрудник киіп алдым. Так, бізге садақпен атып жатыр. Бірақ өкінішке орай менде садақ жоқ. И центрге барып, так, мен тиммейтімді өлтірді, ей. Бергеле. Олай оның АФК сияқты болып қалды ғой, емайы. Орбен ұшып кетті. Так, неғып қатып жатыр екен, білмеймін. Просто кішкене ақаулар болып қалды, программада жазатын. Сосын кейін ортасына таман жөнделді ғой теорде. Так, золотое яблоко. Өте жақсы достар. Так, и достар, бізде ифрит бар. Так, ифриттің көмегі бізге тиеді деген ойдам. Так, бізде регенерация. И қазір 13 адам қалыпты. Уже бізде 2 килл. Так, мына жақта мен адамдарды көріп тұрмын. Осы адамдарды өлтіремін деген ойдам. Так, оппа, мына золотой бронедағы адамды өлтірейік. Я, оңай өлтірдік. Так, мынада, блин, мына заттарын көріп алу керек, қандай заттар бар екен. И маған садақпен атқылап отыр, блин. Так, уже 11 адам қалыпты. Бізде сила 3 лук, достар, өте керемет. Өкінішке орай сила 5 жоқ. И бізге, достар, алмазник келатыр. Бірақ бұл қыз, бірақ достар, дерзкий екен, блин. Так, давай. Блин, өлмеу керек. Давай, 5-ақ жизнь, давай. 3-ақ. Йо, достар, базар жоқ. Менде өзімде 3-ақ жизнь қалды. Жеңдік әйтеуірде. Уже 4 килл. 9 адам қалыпты бар жоғы. Так, осылай садақпен қазір ата тұрайық. Блин, мынаның енді заттарын көріп алу керек. Так, бізге керекті заттар болуы мүмкін. И бізге қазір мына жақтан атқылап отыр кішкене. Так, мынадан не бар екен өзі? Әйтеуір инвентарында қылыш көп, не көп. Так, Power 1 онша емес. И бізде, блин, онша түк жоқ. Так, тағы көріп алайық, не бар екен. Оппа, жақсы аяқ киім достар. Так, басқа ештеңе көріп тұрған жоқпын. Так, мына жерде достар садақтың оғы бар екен, оны да алып алайық. И, так, скорс керек маған. Скорс қайда? Оппа, міне скорс таптым. Скорс бізге керек. А то бұлай жүрген маған ыңғайсыз. Так, бұлай әзірге кішкене атқылай тұра тұрайық. Атқылап тұра тұрайық дегенім ғой. Так, уже қанша 6 адам ба, 8 адам қалыпты. Что-то шетінен көре алмай отырмын. Қарауға уақыт жоқ даже. Анаяқта біреулер кәдімгі баррикада құрап отыр өздеріне. Ал мына жерде бір адам жалғыз қалыпты. Оппа, достар, так, мынаған әзірше садақпен ата тұрайық. Так, әзірге садағым кішкене тиіп атқан жоқ. Так, бір садағым тиіпті, бір оғым дегенде. Садақта қойым ғой. Так, бізге әзірге, оппа, Protection 4 броня, өте база жоқ. Так, бұлай қарап отырсам, мыналар өздерінің базаларына шығатын түрі жоқ. И мына жерде достар, яблок челлендждің адамдары жүр ғой. 2 тиммейт жүр. Так, бұларды өлтірем деген ойдам. Так, мына жерде тағы да тиммейттер тығылып алған. Что-то центрге ешкім келмейді. Осы подозрительно. Өздерінің базарларына бармасам бұлай маған келмейді. Сонда қазір эндерперлі бармаған көрейік, блин.
эндерперло жоқ, өкінішке орай. Эндерперло болса сразу бара салатын едім. Қазір 20 секундтан соң рефил болады, сол кезде эндерперло шығады деген ойдам. А то қазір мен бұлай блоктармен строить етіп барсам, мені құлап тастауы әбден мүмкін. Сондықтан қазір 10 секунд күте тұрайық рефилға. И эндерперлоны тексеріп көру керек. Так, мына жақта өздері баррикада сап, жақсылап қорғанып жатыр ғой. Так, оппа достар, рефил. И эндерперло бар ма көрейік. Так, бұл жерде өкінішке орай эндерперло жоқ. Блин. Так, мына жерде бар ма екен? Бұл жерде де жоқ. Мына жерде де жоқ, блин. Эндерперло керек еді негізі. Мына жерде де жоқ, блин, эндерперло. И соңғы сундук. Бұл жерде золотой яблокадан басқа сундук тақпаймын ғой, эндерперло жоқ. Бізде достар 37 яблока, базар жоқ. Так, уже драконның шығуына 5 минут қалды. Так, енді 5 минут жүрмесем болды, надо. Маған енді блокпен салуға тура келеді. А то бұлай дракон шыққанын күтуге болмайды. Так, скорость ішіп алдым да, и қазір мынаның базасына барып өлтіріп көрейін. Я блок челлендждің адамдарын. Оппа, міне достар өзі, оппа, блин. Өкінішке орай қатып қалды. Так, анау мына жаққа тығылып қалды. Бірақ мен оны көріп тұрмын. Так, былай, оппа. Біреуін өлтірдім. Уже достар қатқаны қойды. И екінші адам қайда екен, оны таппай тұрмын. Әлде тығылып қалды ма, каменға түсінбей қалды ма? Я блок челлендждің екінші адамы что-то таппай тұрмын ғой, или мына судың ағысында ма екен. Так, көрейік. Жоқ, бұл жақта да жоқ. Блин, қайда ол? Бағана ғана тұрған сияқты еді. Так. Опа, достар, қазды аны. Өзі ақ қазды. Бұны оңай өлтіреміз қазір. Блин. Ё-моё. Ай. Аны подсошник менің килімді ұрлап алды, арам десе. Блин, наны. Енді мынадан өшімді алмай қоймайым, арам. Бақандай менің килімді алып. Ай, подсошник. Болмайды ондай, болмайды. Блин, бізде әзірге 5 килл, және де менмен қосқанда 6 адам. Так, тағы да рефил болыпты. Енді достар, осы жолы эндерперло шығады деген ойдам. Я достар, бір эндерперло, хотя бы бір эндерперло шықты. Так, тезірек мынаның орнына қойық та, ана адамға барайық. Қазір қатық болмаса болды. Блин, қатық болды. Оппа. Ай, дос, рахмет. Мені құтқарып алғанға. Енді қазір сені оңай өлтірем деген ойдам. Давай. Так, 4 ақшысын, давай. Оппа. Болды, достар, өлді. Енді маған қазір садақпен атқылап отыр, тезірек реген тастап алайық. Сәттілікке орай менде реген көп. Так, оппа, мынау келді ғой. Так, бұда 14 жейсін. Так, бұны оңай өлтірем қазір. Давай, 2 ақ жейсін. Оппа. Базар жоқ, достар, өлтірдік. Уже бізде. Так, қанша килл? 7 килл ма? Бұл өте жақсы. 7 килл дегеніміз өте жақсы. Так, анан тиммейт маған келуге қорқып тұр. И бізде қазір эндерперло жоқ. Бағана эндерперло болған сияқты тұрған адамдар. Так, қазір тауып алайық эндерперло мына жерден. Оппа, міне тұр достар эндерперло. 4 тал эндерперло. Бұл өте жақсы. Қазір енді мына адамға бару керек болып тұр. Так, бұған енді эндерперломен барам. Ол міндетті түрде. Қазір 4 эндерперлоны тщательно қолдану керек. Кішкене асықпай. Уже қазір 30 секундтан соң уже дракон шығады. Так, анау достар центрге телепортировать етті. Бірақ мен центрге эндерперло құртпаймын. Сразу блокпен бара салам. Так, тезірек. Менде скорость бар. А то скоростым бітіп қалды. Анау маған садақпен дәлдеп тұр. Ай, арамая. Бұны оңай қазір қуып жетіп. Оппа, бергелей бауырым. Так, сені оңай өлтірем қазір. Так. Ё-май, нема? Түсінбей қалдым ғой. Анау мен бір рет қазды, бірақ ё-май 9 блок астымнан кетіп қалды. Бірақ сонда да достар ананы өлтіріп үлгердім. Уже дракон шықты достар. И бағанағы тиммейтті тауып алу керек. Баррикада құрап отқан. И оны достар мен әзірге көріп тұрмын. Так, енді оған қазір эндерперломен қалай бару керек екенін көріп алу керек. Так, дракон. Оппа, молодец, дракон маған көмектесті ашып. И достар кетіп тоғыпқа. Давай. Мына екі тиммейтті қазір өлтірем деген ойдам. Жеңіл қасам өте ят болады. Так, давай, 13 жейсің. Так, давай. Оппа.
достар, анау құлады. Менде достар қазір қанша килл екен? Ё-моё достар, менде 10 килл. Базар жоқ. Ё-моё 10 килл КГ. Керемет достар, 10 килл. Ё-моё базар жоқ. Қазір кішкене сабырға кеп алайын. Енді қазір былай PvP-ның арқасында кәдімгідей былай не айтшы былай кішкене адреналин оянып отыр. 10 килл достар. Сонымен достар, егер осы видео сіздерге ұнаса, онда міндетті түрде лайк қойыңыздар, арнаға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ең басты достар, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.